Жаһандық сын тегеурін кезеңіне келген әлемде жаңа технологиялар мен инновациялар енгізіліп, IT технологиялар дамып, адам ресурстары жинақталуда. Әлемнің беделді мемлекеттерінің қатарында болу үшін басым бағытымыз еліміздің ғылыми әлеуеті мен зияткерлік элитасына үлес қосып, жоғары технологияларды дамыту. Лидер нации елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев отметил, что благодаря политике долгосрочных вложений в развитие человеческого потенциала мы сформировали нынешнее талантливое поколение молодежи. Мир узнает нашу республику не только как независимое государство с успешно развивающейся экономикой, но и благодаря нашей молодежи, носителя интеллектуальных ценностей. В далеком 1998 году по распоряжению Елбасы был открыт Республиканский научно-практический центр «Дарын», основной задачей которого были выявление, поддержка и воспитание будущей интеллектуальной элиты Казахстана. Этот центр дал импульс для развития работы с одаренными детьми в регионах. Біздің өңірде мұндай орталық облыс әкімдігінің шешуімен білім беру департаментінің бастамасымен 2000 жылғы желтоқсанда ашылған. Бүгінгі күні ертіс дарыны өңірлік қосымша білім беру оқу әдістемелік орталығына 20 жыл. Бұл қалыптасу мен даму және жетістіктерге жету жылдар. Орталықта құралған дарынды балалармен жұмыс жүйесі алдында қойылған басты міндетті орындады. Ол ең беделді халықаралық олимпиадалар мен жарыстарда көрсетілген жоғары нәтиже. Павлодарские школьники все 20 лет входят в олимпийскую сборную Казахстана. Мы с гордостью предлагаем хронологию побед учащихся Павлодарской области. Эти ребята – лучшие представители олимпийской сборной Павлодарской области. Их знания, ум, стремление к победе помогали в достижении высоких результатов, благодаря которым флаг независимого Казахстана не раз гордо реял на международных аренах Соединенных Штатов Америки, Китая, Мексики, Шотландии, Вьетнама, Греции, Тайваня, Македонии, Бразилии, Испании, Франции, Ботсваны, Катара, России, Республики Беларусь и в других странах. Сегодня они успешно работают в престижных международных компаниях не только нашей страны, но и мира. Дарынды балаларды анықтау жұмысы бастауыш буында ауызша түрде өткізілетін облыстық математикалық турнирінен басталып, 5-6 сыныптарда мәтінмен жұмыс жасап, проблеманы анықтауды қажет ететін облыстық кешенді олимпиадасымен жалғасады. Ал 7-8 сынып оқушыларына арналған математика, физика, химия, биология, география пәндері мен бағдарламалау бағыты бойынша өткізілетін жасөспірімдер олимпиадалар біздің ерекше мақтанышымыз. Бұл жарыстың эксперименталдық бөлімі ең қабілетті оқушыларды анықтауға мүмкіндік береді. Жыл сайын олимпиадаға 400-ден аса жасөспірім қатысады. Осындай сабақтастық келешекте жасөспірімдер олимпиадаларының резервін құруға мүмкіндік береді. Аталмыш шараның жеңімпаздары мен жүлдегерлері ең беделді халықаралық және республикалық зияткерлік олимпиадалар мен ғылыми жарыстарында табысты болуда. Сборная интеллектуальная команда нашей области на протяжении более 20 лет является лучшей в республике. За период с 2001 года по настоящее время ребята из Олимпийского резерва области принесли в копилку достижений 1263 медали республиканского уровня, из которых 267 золотых, 413 серебряных, 583 бронзовых. На международном Олимпе наши интеллектуалы завоевали 834 медали, из них золотых 176, серебряных 255, бронзовых 403. Бүгінгі күні Павлодар облысында оқушылардың зияткерлік дамуы бойынша мол тәжірибе жинақталып, елімізде ең нәтижелі деп қорытылған. Аймақ басшылығымен жүргізіліп жатқан білім саясаты Қазақстан Республикасында Павлодар облысының көшбасшылық бағдарын одан әрі бекітуге ықпал етеді. Озат ой мен кемел білім елімізді тың мақсаттарға апаратын құдіретті күш. Бүгінгі жастар білімді ұрпақ кемеңгер елбасымыздың салиқалы саясатын қолдап, қуаттап, өздерінің белсенділіктерін танытуда.